Мына зат сіздің және де сіздің котеліңіздің өмірін құтқарып қалады. Ойлайтын шығарсыздар, мына кішкентай заттың соншалықты не маңыздылығы бар, менің өмірімді құтқаратындай деп. Бұл заттың маңыздылығы өте мықты. Өйткені бұл сіздің газовый котеліңізбен және де сырттан келген газдың трубасының екі ортасына салынып, газдың трубасынан келетін тоқтан сіздің котеліңізді өртенуінен сақтайды. Егер газдың трубасынан тоқ келетін болса, котелдің платасын немесе котелдің өзінде өртеп жіберуі мүмкін. Ойлайтын шығарсыздар, мүмкін газдың трубасының бойында қандай тоқ болады, ол не үшін деген сияқты. Әртүрлі жағдайлар болады. Мысалға просто жел болды, бір талқылады, сымды үзді столыптағы. Ол сым келді да газдың трубасының үстіне түсті. Ол газдың трубасының үстіне түскеннен кейін газдың трубасы темір болғандықтан соның бойына тоқ жүретін болады. Сол кезде мына зат газовый котелмен газдың трубасының екі ортасына салынып, тоқты өткізбей ұстап қалатын болады. Сол үшін достар, мына затты салып қойыңыздар. Бұны салу өте оңай. Газовый котелдің астында газ жалғанатын жерге бірден жалғап қойсыздар да осыған газдың шлангысын кигізетін боласыздар. Бұның аты диэлектрический муфта, маңыздылығы өте зор, бағасы тым қымбат емес. Дәл осы затты котелді монтаждаған кезде міндетті түрде салып қойыңыздар. Дәл осы видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Мына зат сіздің және де сіздің котеліңіздің өмірін құтқарып қалады. Ойлайтын шығарсыздар, мына кішкентай заттың соншалықты не маңыздылығы бар, менің өмірімді құтқаратындай деп. Бұл заттың маңыздылығы өте мықты. Өйткені бұл сіздің газовый котеліңізбен және де сырттан келген газдың трубасының екі ортасына салынып, газдың трубасынан келетін тоқтан сіздің котеліңізді өртенуінен сақтайды. Егер газдың трубасынан тоқ келетін болса, котелдің платасын немесе котелдің өзінде өртеп жіберуі мүмкін. Ойлайтын шығарсыздар, мүмкін газдың трубасының бойында қандай тоқ болады, ол не үшін деген сияқты. Әртүрлі жағдайлар болады. Мысалға просто жел болды, бір талқылады, сымды үзді столыптағы. Ол сым келді да газдың трубасының үстіне түсті. Ол газдың трубасының үстіне түскеннен кейін газдың трубасы темір болғандықтан соның бойымен тоқ жүретін болады. Сол кезде мына зат газовый котелмен газдың трубасының екі ортасына салынып, тоқты өткізбей ұстап қалатын болады. Сол үшін достар, мына затты салып қойыңыздар. Бұны салу өте оңай. Газовый котелдің астында газ жалғанатын жерге бірден жалғап қойсыздар да осыған газдың шлангысын кигізетін боласыздар. Бұның аты диэлектрический муфта, маңыздылығы өте зор, бағасы дым қымбат емес. Дәл осы затты котелді монтаждаған кезде міндетті түрде салып қойыңыздар. Дәл осы видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Мына зат сіздің және де сіздің котеліңіздің өмірін құтқарып қалады. Ойлайтын шығарсыздар, мына кішкентай заттың соншалықты не маңыздылығы бар, менің өмірімді құтқаратындай деп. Бұл заттың маңыздылығы өте мықты. Өйткені бұл сіздің газовый котеліңізбен және де сырттан келген газдың трубасының екі ортасына салынып, газдың трубасынан келетін тоқтан сіздің котеліңізді өртенуінен сақтайды. Егер газдың трубасынан тоқ келетін болса, котелдің платасын немесе котелдің өзінде өртеп жіберуі мүмкін. Ойлайтын шығарсыздар, мүмкін газдың трубасының бойында қандай тоқ болады, ол не үшін деген сияқты. Әртүрлі жағдайлар болады. Мысалға просто жел болды, бір талқылады, сымды үзді столыптағы. Ол сым келді да газдың трубасының үстіне түсті. Ол газдың трубасының үстіне түскеннен кейін газдың трубасы темір болғандықтан соның бойымен тоқ жүретін болады. Сол кезде мына зат газовый котелмен газдың трубасының екі ортасына салынып, тоқты өткізбей ұстап қалатын болады. Сол үшін достар, мына затты салып қойыңыздар. Бұны салу өте оңай. Газовый котелдің астында газ жалғанатын жерге бірден жалғап қойсыздар да осыған газдың шлангысын кигізетін боласыздар. Бұның аты диэлектрический муфта, маңыздылығы өте зор, бағасы дым қымбат емес. Дәл осы затты котелді монтаждаған кезде міндетті түрде салып қойыңыздар. Дәл осы видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Мына зат сіздің және де сіздің котеліңіздің өмірін құтқарып қалады. Ойлайтын шығарсыздар, мына кішкентай заттың соншалықты не маңыздылығы бар, менің өмірімді құтқаратындай деп. Бұл заттың маңыздылығы өте мықты. Өйткені бұл сіздің газовый котеліңізбен және де сырттан келген газдың трубасының екі ортасына салынып, газдың трубасынан келетін тоқтан сіздің котеліңізді өртенуінен сақтайды. Егер газдың трубасынан тоқ келетін болса, котелдің платасын немесе котелдің өзінде өртеп жіберуі мүмкін. Ойлайтын шығарсыздар, мүмкін газдың трубасының бойында қандай тоқ болады, ол не үшін деген сияқты. Әртүрлі жағдайлар болады. Мысалға просто жел болды, бір талқылады, сымды үзді столыптағы. Ол сым келді да газдың трубасының үстіне түсті. Ол газдың трубасының үстіне түскеннен кейін газдың трубасы темір болғандықтан соның бойымен тоқ жүретін болады. Сол кезде мына зат газовый котелмен газдың трубасының екі ортасына салынып, тоқты өткізбей ұстап қалатын болады.
Сол үшін достар, мына затты салып қойыңыздар. Бұны салу өте оңай. Газовый котелдың астында газ жалғанатын жерге бірден жалғап қойасыздар да осыған газдың шлангысын кигізетін боласыздар. Бұның аты диэлектрический муфта, маңыздылығы өте зор, бағасы дым қымбат емес. Дәл осы затты котелді монтаждаған кезде міндетті түрде салып қойыңыздар. Дәл осы видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Мына зат сіздің және де сіздің котеліңіздің өмірін құтқарып қалады. Ойлайтын шығарсыздар, мына кішкентай заттың соншалықты не маңыздылығы бар, менің өмірімді құтқаратындай деп. Бұл заттың маңыздылығы өте мықты, өйткені бұл сіздің газовый котеліңізбен және де сырттан келген газдың трубасының екі ортасына салынып, газдың трубасынан келетін тоқтан сіздің котеліңізді өртенуінен сақтайды. Егер газдың трубасынан тоқ келетін болса, котелдің платасын немесе котелдің өзінде өртеп жіберуі мүмкін. Ойлайтын шығарсыздар, мүмкін газдың трубасының бойында қандай тоқ болады, ол не үшін деген сияқты. Әртүрлі жағдайлар болады. Мысалға, просто жел болды, бір талқылады, сымды үзді столбтағы. Ол сым келді да газдың трубасының үстіне түсті. Ол газдың трубасының үстіне түскеннен кейін газдың трубасы темір болғандықтан соның бойымен тоқ жүретін болады. Сол кезде мына зат газовый котелмен газдың трубасының екі ортасына салынып, тоқты өткізбей ұстап қалатын болады. Сол үшін достар, мына затты салып қойыңыздар. Бұны салу өте оңай. Газовый котелдің астында газ жалғанатын жерге бірден жалғап қойасыздар да осыған газдың шлангысын кигізетін боласыздар. Бұның аты диэлектрический муфта, маңыздылығы өте зор, бағасы дым қымбат емес. Дәл осы затты котелді монтаждаған кезде міндетті түрде салып қойыңыздар. Дәл осы видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Мына зат сіздің және де сіздің котеліңіздің өмірін құтқарып қалады. Ойлайтын шығарсыздар, мына кішкентай заттың соншалықты не маңыздылығы бар, менің өмірімді құтқаратындай деп. Бұл заттың маңыздылығы өте мықты, өйткені бұл сіздің газовый котеліңізбен және де сырттан келген газдың трубасының екі ортасына салынып, газдың трубасынан келетін тоқтан сіздің котеліңізді өртенуінен сақтайды. Егер газдың трубасынан тоқ келетін болса, котелдің платасын немесе котелдің өзінде өртеп жіберуі мүмкін. Ойлайтын шығарсыздар, мүмкін газдың трубасының бойында қандай тоқ болады, ол не үшін деген сияқты. Әртүрлі жағдайлар болады. Мысалға, просто жел болды, бір талқылады, сымды үзді столбтағы. Ол сым келді да газдың трубасының үстіне түсті. Ол газдың трубасының үстіне түскеннен кейін газдың трубасы темір болғандықтан соның бойымен тоқ жүретін болады. Сол кезде мына зат газовый котелмен газдың трубасының екі ортасына салынып, тоқты өткізбей ұстап қалатын болады. Сол үшін достар, мына затты салып қойыңыздар. Бұны салу өте оңай. Газовый котелдің астында газ жалғанатын жерге бірден жалғап қойасыздар да осыған газдың шлангысын кигізетін боласыздар. Бұның аты диэлектрический муфта, маңыздылығы өте зор, бағасы дым қымбат емес. Дәл осы затты котелді монтаждаған кезде міндетті түрде салып қойыңыздар. Дәл осы видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Мына зат сіздің және де сіздің котеліңіздің өмірін құтқарып қалады. Ойлайтын шығарсыздар, мына кішкентай заттың соншалықты не маңыздылығы бар, менің өмірімді құтқаратындай деп. Бұл заттың маңыздылығы өте мықты, өйткені бұл сіздің газовый котеліңізбен және де сырттан келген газдың трубасының екі ортасына салынып, газдың трубасынан келетін тоқтан сіздің котеліңізді өртенуінен сақтайды. Егер газдың трубасынан тоқ келетін болса, котелдің платасын немесе котелдің өзінде өртеп жіберуі мүмкін. Ойлайтын шығарсыздар, мүмкін газдың трубасының бойында қандай тоқ болады, ол не үшін деген сияқты. Әртүрлі жағдайлар болады. Мысалға, просто жел болды, бір талқылады, сымды үзді столбтағы. Ол сым келді да газдың трубасының үстіне түсті. Ол газдың трубасының үстіне түскеннен кейін газдың трубасы темір болғандықтан соның бойымен тоқ жүретін болады. Сол кезде мына зат газовый котелмен газдың трубасының екі ортасына салынып, тоқты өткізбей ұстап қалатын болады. Сол үшін достар, мына затты салып қойыңыздар. Бұны салу өте оңай. Газовый котелдің астында газ жалғанатын жерге бірден жалғап қойасыздар да осыған газдың шлангысын кигізетін боласыздар. Бұның аты диэлектрический муфта, маңыздылығы өте зор, бағасы дым қымбат емес. Дәл осы затты котелді монтаждаған кезде міндетті түрде салып қойыңыздар. Дәл осы видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыз.